Күнұзақ жұмыста компьютер алдында үзілісте қалта телефонын әлеуметтік желілерді шарлайтындардың бірі 22 жастағы Мейіржан. Үнемі қолданса да, әрдайым жаңа сөздерді оқып қызық жағдайларға тап болатынын айтады. Көбінесе құрбыларымыз жіберетін не жан деген сөздер. Маған жаным ба деп тұрма деп ойлап қалдым. Шынымды айтсам. Одан кейін сұрадым, не деп сөйтсем не жаңалық деген сөз екен. Интернетте енді ғана үйренушілерге қысқаша сөздік ұсынсақ, егер әңгімелесушіңіз раха деп жазса, демек оның рахмет деп толық жазуға ерінгені. Каксың деген сөзді оқып таңғалудың қажеті жоқ. Бұл как деген орыс тіліндегі сөзбен сың деген сұраулы жалғауын қосып, 50-50 қылғандары тапқыр жастардың. Біреудің тапқырлығы бәрінің көңіліне қона бермесі анық. Өйткені ғаламторда қысқартып тілдесудің күнделікті жұмысқа да салқыны тиеді дейтіндер де бар. Жұмыс барысында көптеген қиындық тудыратыны бар. Бастапқыда мысалы құжат жазу барысында жаңағы қысқаша сөздерді көп пайдаланасың. Бастапқыда байқамай жазасың, одан кейін шынымен ойландыра түседі бұл. Бұл пікірді тіл мамандары да қоштап отыр. Рухани мәдениеттің өзі тілден басталады дейді профессор Жантас Жақыпов. Біздің тіл бәріне жетеді. Техникаңды да сөйлетеді, саясатыңды да сөйлетеді. Бірақ соны сөйлейтін адамның санасы дұрыс болмай тұр. Негізі тілге жасалған бітті қиянат, тілдің асыл нұсқасын сәл-пәл бұзу бүгін көрінбейді. Күндердің күнінде ол өзінің кегін алады. Сондай-ақ ол хат жазудың қолданыстан шыққанына қынжылады. Қалам алып сәлемдеме жіберу ойды реттеп, пікіріңді қисынмен беруге тәрбиелеуші тетік. Гүлденген әлем, Бақыт Нұрдан сәлем. Бұрындары хат осындай әдеби мәнермен айқышталып жазылатын. Мәнері ғана емес, өзіндік өнері де бар еді. Бүгінгі күні хат жазу тарихи естелікке айналып бара жатқандай. Ең бастысы, айтылған ой тиісті мекенжайларға жетсе болғаны. Бақытнұр Әлібай, Жанболат Қобдабай, Қайрат Салықов, Еуразия бірінші арнасы.